Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстанның мәдени өмірі. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздермен таныс болайық. Қойылым, ұйымдастырушы, өнер қайраткерлері, танылды, сомдау, шеберлігі, биік белес, қалыптасты, тарихи шығарма, үрмелі аспап. 7-ші тапсырма, жазылым тапсырмасы. Жаңа сөздерді қатыстырып, сөз тіркестерін құрастыр. Берілген сөздер: қойылым, ұйымдастырушы, өнер қайраткерлері, танылды, сомдау, шеберлігі, биік белес, қалыптасты, тарихи шығарма, үрмелі аспаптар. Жазылым тапсырмасы бойынша дескриптор кестесіне назар аударайық. Жаңа сөздермен сөз тіркестерін құрайды 1 балл, жаңа сөздермен сөйлем құрайды 2 балл, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтайды 1 балл, жазу сауаттылығын сақтайды 1 балл. 3-ші тақырып, 3-4-ші сабақтар. 2-ші тапсырма. Қазақ жерінде алғашқы театрлар 19 ғасырдың 2-ші жартысында құрыла бастады. 1859-1890 жылдары Орал, Семей, Тараз қалаларында шағын драматургиялық труппалар жұмыс істеді. 20 ғасырдың басында татардың көшпелі труппасы болды. 1910-1915 жылдары қазақ өмірінен алынған қысқа драмалық суреттеулер мен сценарийлер жазылды. 1917 жылы Әуезов Еңлік кебек трагедиясының бірінші нұсқасын жазды. 1918-1924 жылдар аралығында Ақмола, Тараз, Көкшетау, Орынбор, Ташкент, Түркістан, Шымкент, Қостанай, Петропавл қалаларында жаңа труппалар құрылды. Онда Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов, Міржақып Дулатов, Қошмұхамед Кемеңгерұлы, Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллиндердің пьесалары сахналанды. 1-ші тапсырма, сұрақтарға жауап бер. 1-ші сұрақ: сен тұратын жерде қандай театрлар мен мәдени орталықтар бар? 2-ші сұрақ: қандай театр қойылымдарын білесің? Келесі тапсырма, 2-ші тапсырма. Тыңдалған аудио мәтін бойынша сұрақтарға жауап бер. 1-ші сұрақ: тыңдаған мәтін не туралы? 2-ші сұрақ: мәтінде қазақтың Орал, Семей, Тараз қалаларында не болғаны айтылады? 3-ші сұрақ: 20 ғасырдың басында қандай труппалар құрылған? 4-ші сұрақ: қандай драматургтердің пьесалары сахнада қойылған? Дескриптормен таныс болайық. Сұрақтарға жауап береді 1 балл, аудио мәтінді тыңдайды, түсінеді 1 балл, сұрақтарға жауап береді 2 балл, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтайды 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.